мектебіміздің мақтанышы, республикалық жарқын болашақ олимпиадасының республикалық кезеңінің қатысушысы, облыстық кезеңінің жеңімпазы, дарын ғылыми жобалар сайысының облыстық кезеңінің жүлдегері, облыстық дебат турнирінің үздік спикері, үздік ораторы номинациясын алған, Семей қаласында өткен республикалық дебат турнирінің қатысушысы және болашақта педагогикалық мамандықты таңдап отырған 11-ші сынып оқушысы Табылды Айнар. Қош келдің, Айнар. Мердік ханым, мен де сізді шынында да көргеніме өте қуаныштымын. Қалың қалай жалпы, оқуың қалай? Жалпы жаман емес, мінекей өзімнің жақсы оқуымның арқасында подкастқа келіп отырмын сізге. Жақсы, алда қандай мереке келе жатқанын білесің, иә? Әрине. Қандай? Мұғалімдер күні. Мұғалімдер күні. Біздің подкастымызда осы мұғалімдер жайлы, жалпы педагогикалық саланы таңдап отырғандықтан, сол сала туралы сөйлесе өтсек. Педагогикалық мамандықты таңдауға алдағы уақытта не ықпал болды? Соны айта өтсем. Енді іс жүзінде бұл мәселені қозғар болсам, айту міндет. Мен жалпы педагогтар отбасынан. Сондықтан да бұл жерде енді ата-ананың тарапынан болған маған деген агитациясы бір бөлек рөл атқарып отыр десем де артық. Керемет. Ал қандай мамандықты таңдағың келіп отыр? Жалпы енді тарих факультетіне түсу жоспарымда бар. Өте керемет. Енді неге тарих, неге басқа пән емес дегендей, әлде ата-анам кеңес берді ме осы мамандықты таңдауға, саланы? Бұл жерде енді барлығы да индивидуалды, бірақ та шын мәнінде ақиқатқа келер болсақ, ұлдардың көбісі тарих жақсы көреді деген жасырын емес. Бұдан бір бөлек менің әкем де, атам да тарихты жиіден-жиі қозғайды. Тіпті әкеммен, атаммен кішкентайымнан тарихи темаларға, тарихи тақырыптарға дискуссиялап отырамыз жиіден-жиі. Өте керемет. Бала ұяда не көрсе, ұшқанда соны біледі деген сөзге сай келіп тұр. Келесі сұрақ мынандай. Мектеп қабырғасында үлгі тұтар мұғалімдеріміз аз емес, Сырбан Өлгенов гимназиясында, қара шаңырағымызда. Өзіне жалпы қай мұғалім үлгі? Қай мұғалімнен қандай рол модель дейміз ғой? Қай мұғалім сізге жаңағы ролевой модельдің үлгісін көрсетіп отыр деп сұрағым келеді. Бұл жерде өзімнің ғылыми жетекшім Абылай ағайды айтсам да артық емес. Бұдан бір бөлек осы жарқын болашақ қазақ тілі олимпиадасында маған жетекші болған өз сондай-ақ класс жетекшім Алиман апайды да айтып өтсем болады. Несімен үлгі? Бір қасиеттерін айта өтсем? Түсінесіз бе, бұл жерде оларды құрғақ деңгейдегі педагог деуге болмайды. Неліктен? Себебі дәл осы кісілер оқушыларға бір өзіндік ата-аналық көзқараспен, тек қана педагогтық көзқараспен емес, ата-аналық көзқараспен қарауды біледі. Бұл дегеніміз бүгінгі күні өте сондай жоғары дәрежеде бағаланатын қасиеттердің бірі. Себебі шынында да айтады ғой, мектеп біздің екінші үйіміз. Соған қарағанда ұстазда бізге екінші ата-ана ретінде болуы тиіс. Ал дәл осы айтып өткен педагогтер нағыз осындай аталып өткен ата-аналық көзқараспен оқушыға қарау деген қасиеттердің сондай бір фавориті болып табылады. Өте керемет жауабын. Әр мұғалімнің мұғалімдік мамандық таңдайтын балалардың жүрегіне жетті деп ойлаймын. Дұрыс айтасың, шынымен де ұстаз болу тек қана жұмыс емес. Мұғалім бар, ұстаз бар. Мұғалім болу да тек қана жұмыс емес, ол адамның миссиясы деп қарауға болады. Мұғалімдік мамандықтың қандай жауапкершілігі бар? Жалпы әр мамандықтың қиыншылығы мен қызығы бірге жүреді. Мұғалімдік мамандықта қандай қиыншылық пен қандай жауапкершілік қызығы бар деп ойлайсың? Жауапкершілік мәселесіне келер болсақ, бағанада айтып өткендей, мектеп бұл біздің екінші үйіміз. Соған қарағанда педагог те біз үшін өз ретінде екінші ата-ана болып табылады. Енді бұл ойымды жаңғырта келе айтарым, мұғалімдік жұмыстың жауапкершілігі не десеңіз, бұл жалпы балаларға тәрбие берудің өзі бір жауапкершілікті қамтиды. Себебі іс жүзінде келер болсақ, балалар, жасөспірімдер, демек, орысша айтқанда оны сырой материал деп атайды. Демек, оны
тәрбиелік тұрғыдан оның өсіп өнуіне қандай да бір әсер келтіру, оның психологиялық тұрғысын біле отыру, бұның барлығы енді мұғалімдік жұмыстың жауапкершілігі болып табылады. Солай деп ойлайсың, иә? Ал қандай қызығы бар деп ойлайсың осы мамандықта? Несімен қызық? Енді бұл жерде мұғалімдік жұмыс әрбір басқа да жұмыстар сияқты коммуникацияны қамтитын сала. Бұдан бір бөлек, бұның бір жақсы жері, бұл жағдайда жасөспірім, демек бала, мұғаліммен, өзінің ұстазымен коммуникацияға түседі. Әсіресе осы жиіден-жиі байқалатын феномен, мұғалімдердің арасында әдетте қандай мұғалімдер көбінесе балаларға ата-аналық көзқараспен қарайды. Өз балалары бар мұғалімдер. Демек үйінде көп баласы бар мұғалімдер сөйткен көзқараста балаларға қарайды. Соған қарағанда мұғалімдік бұл тек қана білім берумен шектелмейді. Бұл әуел ретте тәрбие беру және бұдан бір бөлек балалармен коммуникацияға түсудегі жақсы тренинг. Өте керемет. Сондықтан мұғалім болған адам әрқашан жас болып қалады демекпін. Бұл да бір мұғалімдік жолдың қызығына жатады деп ойлаймын. Келісесің ғой? Айнар, енді келесі сұрағым мынандай. Қазіргі кезде білім беру жүйесінде біршама қиындықтар бар, енді онсыз болмайды. Өзім маман болғанда, диплом алғаннан кейін, білім беру жүйесіне кіргеннен кейін, осы қазанда қайнағаннан кейін деп айтайық, қандай өзгерістер енгізген келеді болашақта? Сұрағыңызға рахмет. Шынында да, егер де маған ондай мүмкіндік түсіп жатса, әсіресе алдағы болашақта білім министрлігінде болатындай мүмкіндік түсіп жатса, әуел ретте мен әрине педагогтерге жеңілдік жасар едім. Себебі бағанағы айтып өткендей, педагогтік бұл расында да жауапкершілікті талап ететін жұмыс. Ондай жұмыстар біршама көп. Мысалы, әскери қызметкерлерді айтар болсақ та, олар мысалы 45-тен зейнетке шығады. Неге? Себебі қайталап айтамын, олардың жұмысы жауапкершілікті талап етеді. Мысалы, әскери бөлімшелердің командирін айтар болсақ та, олар мысалы сол бөлімшедегі адамдарға жауап береді. Ал білім саласына келер болсақ, сынып, демек, басқа да құрылымдар, топтар, бұның барлығы қоғамдық бөлімше болып табылады, және ол да жоғары деңгейде жауапкершілік талап етеді. Сондықтан бұл жұмыстың барлығы жеңіл емес, және де мұғалімдерге менің ойымша бұл жағдайда 45-тен мысалы қандай да бір өрт сөндірушілерге сияқты, немесе әскери қызметкерлерге сияқты, полиция қызметкерлеріне сияқты зейнетке шығу жасын 45 қылу керек. Бұл біріншіден. Екіншіден, мен тәрбие саласында өзгеріс жасар едім. Себебі жасырудың қажеті жоқ. Сіз өзіңіз де айтқан едіңіз, бүгінгі күні білім саласында біршама қиындықтар орын алып жатыр, ол сіз болмайды деп. Соған қарағанда білетін шығарсыз, енді елімізде біршама жағдайларда орын алып жатыр. Бұл жерде мектептегі буллингтерді де айтуға болады. Соған қарағанда енді халқымыз бекер айтпайды ғой, тәрбие жоқ жерде білім де жоқ деп. Тіпті Әл-Фараби атамыздың мұндай бір жақсы даналығы бар: тәрбиесіз білім адамзаттың бас жауы деген. Соған қарағанда бұл жердегі енді аса маңызға алынатын мәселе бұл тәрбие мәселесі. Қайталап айтамын, тәрбие жоқ жерде білім де жоқ. Сондықтан да тәрбиені кәдімгідей әдістемелік тұрғыда мектептерде нығайту керек. Жауабын өте керемет. Жақсы, Айнар. Келесі менің сұрағым бар. Болашақта қандай ұстаз боламын деп елестетесің өзіңді? Балаларға қатысты әдістеме жағынан да, өзің айтып жатсың, коммуникация, тәрбие саласын бірінші орынға қоямын деп, өзіңді қандай ұстазбын деп елестетесің болашақта? Енді қатаң талапкерлік ұстаздық ол жалпы менің стиліме жатпайды. Менің ойымша, егер де баланың зейіні нақты бір салада ашылып жатса, ол зейінді одан сайын ашу керек. Мысалы, әдетте қандай жағдай орын алады? Консервативтік жағдайлар. Шында да бір баланың мысалы математикада зейіні ашылып жатады, бірақ та оны мысалы тарихқа итермелейді. Іс жүзінде бұл неге әкеледі? Ол одан универсал болып кетпейді. Бірақ та бұл жерде баланың дарыны, баланың зейіні жабылады дәп осы сәтте. Сондықтан да мен енді тарих факультетін таңдап жатырмын. Алдағы уақытта енді тарих пәнінің мұғалімі болу ойда бар. Және егер де мен шында да бұл алдағы болашақта ондай балаларды көрсем, бір салада нақты нәтиже көрсетіп жатқан, нақты бір салада дарыны, зейіні ашылып жатқан, мен
енді ол жеке менің ойым, мен ондай баланы қинамаймын. Көзді жұмып та бағасын қоюға дайынмын. Жақсы, болашақта оны көре жатармыз, иә, әріптес болған кезде. Ал қандай оқу орнын таңдамақшысың? Әрине, бұл жерде енді Астана шығар. Астанадағы енуға түсу ойда бар. Бірақ та Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтқандай, Астана не резиновая, сондықтан да басқа жақтарды да қарастыруға тырысамын. Қостанайда қалу өзіңнің ойында бар ма? Иә, ол да бар, жоспарым бар. Оны енді ойласудамын. Ата-анам Астана мегаполисқа кеткенді қалайды. Керісінше ата-анам үйде оқығанды қалайды. Өйткені әкемнің кәсібі бар, оны жалғастыру керек. Керемет. Жақсы. Айнар, мындай сұрақ. Бірінші, біз жақсы дайындалып, жаңағы ойлаған арманымызға түсу үшін, жету үшін дегендей, ойлаған жоғарғы оқу орнын таңдау үшін жақсы дайындалып нәтиже көрсетуіміз керек, бірінші. Енді осы туралы сұрайын деп отырғаным. Және ұбт туралы не айтасың? Өзіңнің көзқарасың қандай? Қалай дайындалып жатырсың? Соны айта өтсең. Өз дайындығым туралы айтар болсам, мен 140 ұбт-ға дайындық курстары бойынша дайындалып жатырмын. Ал енді ұбт-ның өзіне келер болса, бұл емтиханның болмысына қарсы емеспін. Оның есесіне біздің білім министрлігі айтқандай, ұбт-ны халықаралық деңгейдегі тестілеуге шығарғысы келеді. Бұған да мен қарсы емеспін. Сондай-ақ айтқан болатын, қандай да бір өзгерістер болады деп. Өкінішке орай ол өзгерістер енді бізге белгісіз, бірақ та жақсы жаққа қарай өзгерсе, ол тіпті жақсы болады біздің еліміз үшін. Әсіресе егер ұбт халықаралық деңгейге шығарылса, ондай жағдайда бұл біздің тілімізді, сондай ділімізді насихаттаудағы, еліміздің тіліміздің беделін өсірудегі жақсы мүмкіндік болып табылады. Өйткені өздеріңіз білесіз, мысалы қытайлықтардың өздерінің HSK атты емтиханы бар, IELTS бар, мысалы ағылшын бойынша, SAT бар. Сондықтан да егер де біздің ұбт-ымыз сондай деңгейге шықса, бұл әрине тіпті жақсы болады білім саласы үшін. Ал енді өзің дайындығың қандай? Бағанағыдай айтып өткендей, мен 140 курстар арқылы дайындаламын. Айнар, биыл президентіміз, елбасымыз былай айтқан болатын, жасанды интеллектке көңіл бөлу керек деп оқу процесінде. Соған қалай қарайсың? Жалпы бұрынғының оқу үдерісінде және қазіргінің оқу үдерісінде қандай айырмашылықтары бар? Және не әрқашанда өзгеріссіз қалады? Соны айтып өтсең. Енді шынында да сұрағыңыз өте өзекті мәселелерді қозғайын деп отыр. Жалпы жасанды интеллекттің болмысына қарсы емеспін, тек оны дұрыс қолдана білу керек. Осы Парацельстің айтқан сөз бар емес пе? Барлығы да дәрмен, барлығы да у, тек оны дұрыс қолдана білу керек, және де оның қандай да бір мөлшерін білу керек. Шында да бүгінгі күні балалардың көбісі жасанды интеллекті өз игілігіне емес, қандай да бір, мысалы, брейн рот мемдарды жасауға қолданып жатыр. Мен оған түбегейлі қарсымын, мысалы. Ал егер де шында да жасанды интеллекті ұбт-ға дайындалу барысында, материалды түсіну барысында қолданса, әрине мен ондайға қарсы емеспін. Енді салыстырар болсақ, бүгінгі күні мен өткен күнді білім берудегі айырмашылық жардай. Бірақ та бір нәрсе расында да өзгеріссіз қалады. Бұл ұстаздың шында да балалармен, оқушылармен коммуникацияға түсу дағдысы. Егер де бұл жай дұрыс болса, білім сапасы қашан да дұрыс болып тұрады. Айнар, жауабына көптен көп рахмет. Бүгінгі подкастқа келіп, өзіңнің ойыңмен бөліскен үшін, ішкі сырыңмен бөліскен үшін деп айтсақ болады. Үлкен рахмет. Болашақта ойлаған мамандығына түсіп, таңдаған оқу орнына түсіп, біздің әріптесіміз болуға, үлкен жетістіктерге жетуге әрқашан тілектеспіз. Тек қана сәттілік алдағы өмірде, алдағы оқу жолында және мамандық таңдауында қателеспейді деген үміттеміз. Қош, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.